Ауа құрамындағы су буының мөлшерін, яғни ауаның ылғалдылығын анықтайтын құралдың бірі психрометр деп аталады. Психрия грек тілінен аударғанда суық деген мағынаны білдіреді. Психрометр құрғақ және ылғал екі термометр бекітілген корпустан тұрады. Ылғал термометрдің құрғақ термометрден айырмашылығы су бар резервуарға батырылған матамен оралған. Су жоқ кезінде құрғақ және ылғал термометр бірдей температураны көрсетеді, яғни қоршаған орта температурасын. Резервуарға су құйып матаны батыратын болсақ, ылғал термометрдегі температура төмендей бастайды. Себебі матадағы су кебу үшін жылуды термометрден алады. Белгілі бір шамаға жеткенде тоқтайды. Құрғақ және ылғал термометрдегі температураның айырмасы арқылы ауаның ылғалдылығын психрометрлік кесте арқылы анықтаймыз. Ол үшін құрғақ термометрдегі температура мен айырма температурасының қиылысқан жерін анықтаса болғаны.